Қордай ауылы, Қордай ауданы номер 51 орта мектебінің 5 орыс сыныбының оқушысы мен Абдиева Адема Абай Құнанбаевтың жас өлеңін оқимын. Жаздыгүн шілде болғанда, көгірай шалғын бәйшешек, ұзарып өсіп толғанда, күркіреп жатқан өзенге көшіп ауыл қонғанда, шұрқырап жатқан жылқының шалғынан жоны қылтылдап, ат, айғырлар, биелер бері шығып ыңқылдап, суда тұрып шыбындап, қорығымен шылпылдап, арасында құлынтай, айналыр шауып жылпылдап. Жоғары төмен үйрек қаз, ұшып тұрса сымпылдап, қыз келіншек үйтігер, бұрала басып бұлтылдап, ақ білегін сыбанып, әзілдесіп сыңқылдап, мал ішінен айналып, көңілі жақсы жайналып, байда келер ауылға аяңшылы жылпылдап. Сабадан қымыз қойдырып, ортасына қойдырып, жасы үлкендер бір бөлек кеңесіп күліп сыңқылдап. Жалшы алдаған жас бала жағалайды шешесін, ет әпер деп қыңқылдап. Көлеңке қылып басына, кілем төше бастына, салтанатты байлардың самаурыны бұрқылдап. Білімділер сөз айтса, бәйгі атындай аңқылдап, өзгелер басын изейді, әрине деп мақұлдап. Ақ көйлекті таяқты ақсақал шығар бір шеттен, малыңды әрі қайтар деп малшыларға қаңқылдап.